Сыраның зияны, зейін қою, есте сақтау қабілеттерін нашарлатады. Аранды ашып көп тамақ жегізеді. Асқазан үлкейіп семіруге алып келеді. Ерлерде жыныс гормоны, тестостерон азайып, әйелге ұқсай бастайды. Қарын шығып, сүйкімсіз күйге енеді. Жиі дәрет сындырғаннан бүйрек тамшылары тарылып, қан кетуі мүмкін. Жүрекке күш түсіріп, жұмысын бұзады. Бауыр ауруы, оның ішінде гепатит және бауыр цифрозы пайда болады. Әйелдерде климакс ерте басталады. Ерлерде жыныстық қатынасқа түсу белсенділігі төмендейді. Шымкенттің салқын сырасы. Көрдің бе ішіп құрдасым? Дейтіндей, қазір елімізде сыраға әуес адамдардың қатары көбейді. Әсіресе жастар арасында осы ішімдік түрі кең тарады. Ғалымдар сыраның қаупі жайында дүркін үн тастап келеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, жан басына шаққандағы сыра ішу мөлшері 8 литрден асса, ұлттың жойылып кету қаупі бар. Өкінішке орай, сыра ішу жағынан біз әлем бойынша 2-ші орында, тмд бойынша 1-ші орында екенбіз. Әрбір адам жылына 10 литр сыра ішеді екен. Сыраның құрамында этил спирті бар. Сондықтан ол көпіршігенде алкоголь құрамы 14%-ға дейін өседі. Яғни 200 грамм сыраның 50 граммы ішімдікке айналады. Ғалымдардың айтуы бойынша кез келген сыраны дайындағанда құрамына хмель деген шөп қосылады. Ол қосылмаса сыраңыз сыра болмайды. Оның құрамында фитоэстероген бар. Ол әйелдің бойында болатын гормон прогестерон. Сондықтан сыраны көп ішкен ерлердің еркекті қуаты жойылып, қарны шығады. Сондай-ақ жүрек талмасы ауруына жиі шалдығады екен. 2007 жылы Америкадағы отбасылық кеңес беретін белгілі бір басылым 1000 әйелге сауалнама жүргізген. Сонда 873 әйел құрғақ сыраға қампайған қарынды еркектерді жек көретінін айтқан екен. Басты мәселе қарында ғана емес, еркекті қуатта жатыр деп түйін шығарыпты әлгі басылым. Немістің әйгілі дәрігері профессор Боллингер сыраның зияны жайында былай деген. Сыра жүректің жұмыс жасау қабілетін төмендетеді. Бүйрек пен қуыққа да әсер етеді. Сыраны көп ішкен адамның зәр айдау жүйесі шамадан тыс күшейіп кетеді. Бұндай жағдай ағзадағы қажетті минералдардың сыртқа шығып қалуына әкеліп соқтырады. Егер денедегі калий, магний дәрумендері азайса, адамның жүрек соғысының ырғағы бұзылып, тез шаршайды. Үздіксіз сыра ішу бауыр мен бүйректі толық істен шығарып, бүйрекке қан құйылу, адамды естен адастыру қаупін туғызады. Ал рейхканцлер Бисмарк сыраны жиі ішумен жасушаларын әлсіретіп, бауыр циррозы, гепатит, панкреатит, гастрит ауруларына әкеліп соқтырады. Жүйке әлсіреп, адам ашуға берілгіш болады. Сыра адамды жалқау, топас, әрі әлсіз қылады. Сондай-ақ ер адамның ағзасында әйел гормонын үдетіп, бедеулікке әкелсе, қыздарда еркек шоралық мінез пайда болады. Ер адамның дауысы жіңішкеледі. Бұлшық етінің күші азайып, кеуде жасушалары босайды деген қорытынды шығарған. Сыра есірткінің бір түрі. Оның дәмін алған адам іше бергісі келеді. Сыра адамның қан құрамына тез сіңетін болғандықтан, бұл сусынды жиі ішетін адамның қан тамырлары кеңейіп, варикозға тез шалдығады екен. Ал бұндай жағдай жүрек қабының кеңеюіне әкеліп соғады. Өйткені бүйрек пен бауырдың қызметі бұзылғаннан кейін жүрекке салмақ түсіп, адам инфарктіге шалдығуы келіп шығады. Сонымен бірге сыра семіздікке апаратын бірден-бір жол. Соңғы уақытта сыраға әуестенушілердің қатарында әйелдердің көбейіп келе жатқаны аса алаңдататын жай. Мөлшерден көп ішілген сыра әйелдің психикасын бұзып, ішімдікке деген тәуелділігін арттырады. Мамандар ішкілікке үйір әйелдердің 82% ауруды сырадан тапқанын дәлелдеген. Сыраның зиянына анық көз жеткізген көп мемлекеттер арнайы заң шығарып, бұл сусыннан аяқ тарта бастады. Тіпті осы күні егер сіз ұлтыңыздың сыраны пайдалану мөлшерін айтсаңыз, мен сізге оның қанша ұрпаққа дейін өмір сүретінін анық айтып беремін деген сөз кең тарауда.